Ай, мынау не деген ыстық. Таң атқаннан кеш батқанша күн төбеден тесіп барады. Тіпті көшедегі ит мысықта көлеңкез деп сабылып жүр. Елде неге аптап ыстық басталды? Көршінің қызы себебін іздеп көрді. Жайғасып отырыңыз, айтып берем. Дәл осындай аптап ыстықты шай ішіп салқындайтын тек біз шығармыз, Астанада 30 градус. Жоқ, аяз емес, керісінше ыстық. Әлеуметтік желіні ашып қалсаң, бәрінің айтатыны ауа райы. Астана түгіл анау теріскей жақтың. Петропавлдың ыстығын айтып, байбалам салып жатқандар қаншама. Біреу Қызылжардың өзінде 30 градус десе, қызылордалықтар осы да ыстық па деп пікір жазып жүр дейді. Жоқ ағайын, Қазгидромет бұл бас ауыртатын мәселе дейді. Биыл мамырда Астанада күн 35 градусқа дейін ысып, сонау 1941 жылғы рекордты бұзды. Бұл дегеніміз Астанада 85 жылдан кейін аптап ыстық басталды деген сөз. Осылайша Сарыарқаның сарыязы қыста сүйектен өтіп, жазы адамды күнімен күйдіріп жатыр. Әлем ғалымдары аптап ыстықтың себебін ғаламдық жылыну мен бұлт шамылғысының азаюынан деп топшылап отыр. Астана, ата-апа, балалар сыртқа шықпасын, айтыңыздар. Сыртта ыстық жел соғып жатыр. Ыстық фен сияқты десе, ендігі бірі алдыңғы жылы дәл осындай уақытта салқын ет, тіпті жылы киіндік. Биыл қатты ыстық деп пікір жазып жүр. Айтпақшы, ыстық деп біз ғана байбалам салып жатқан жоқпыз. Мына жақта әлемнің екінші шетінде де күн қайнап тұр. Лондонда 40 градусқа дейін ысып, қайырымдылық қорлар көшедегі үйсіз жандарға бас киім мен күннен қорғайтын крем таратып әлек. Ал Женевада билік қарт кісілер қатты ыстықта далада жүрмесін деп кинотеатрларды тегін қылған. Қариялар кондиционері бар салқын залдарда отырып кино көріп, аптапты өткізіп жатыр. Шіркін, біздің ауылдың клубында да сондай салқындатқыш қойып, апаларға келін сериалын тегін көрсетсе ғой, Бірақ аптап ыстық ойнайтын нәрсе емес. Басыңыздан күн өтіп, мұрныңыз қанап, естен танып жатпас үшін 11:00 мен 16:00 аралығында далаға шықпай отырыңыз. Дәрігерлер таза су ішіп, ашық түсті киім киіп, жаздың ыстық күндерінде салқын жерде жұмыс істеуге кеңес береді. Ал сіз аптап ыстықтан қалай қорғанасыз? Пікірге жаза кетіңіз.